Сәлеметсіздерме, мен Халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжі арнайы пәндер оқытушысы Кенжал Айнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы телефонмен сөйлесудегі іскерлік этикет. Біз бүгінгі сабақ барысында іскерлік телефонмен сөйлесу этикасын, телефонмен сөйлесу кезінде қандай ережелер ұстану керек, қандай сөздерді қолданбау керек екенін қарастырамыз. Жалпы бизнес әлемін телефонсыз елестету мүмкін емес. Телефонды келіссөздер жүргізу, бұйрықтар беру үшін қолданамыз. Және іскери келісімшарт жасасу жолындағы алғашқы қадам бұл телефонмен сөйлесу деп те айтуға болады. Жазумен салыстырғанда телефонмен сөйлесудің бір маңызды артықшылығы бар. Ол жаңағы екі жақтың үздіксіз ақпарат алмасуын қамтамасыз етеді. Телефон қоңырауларын қоңырау шалған кезде оған тиянақты дайындалған жөн болып табылады. Мысалы, жапондық компанияларда 3 минут ішінде іскери мәселені телефон арқылы шеше алмайтын қызметкерді ұзақ уақыт ұстап тұрмайды екен. Іскери телефон арқылы сөйлеудің сәтті негізі бұл әдептілік, сыпайылық, сөйлеу тәсілдерін білу және тағы басқалары. Беконның айтуынша, жақсы сөздерді қолданғаннан көрі сіздің жаңағы әңгімелесушіңізге жақсы тонмен, жақсы интонациямен сөйлесуіңіз одан да жақсы әсер қалдырады екен. Телефон сөйлесудің жалпы бірнеше ережелері бар. Олар яғни, егер сіз сөйлесіп жатқан кезде байланыс үзіліп кететін болса, онда бірінші қоңырау шалған адам қайтадан қоңырау шалу керек, қысқа және мәнді сөйлеу керек, тым тыныш немесе тым қатты сөйлеуге болмайды. Және сіз қоңырау шалған кезде жауап бермей жатса, тым болмаса 4-5 гудокқа дейін күту керек, немесе тым таңертең немесе тым кешке қоңырау шалуға болмайды. Жалпы іскери әлемде ұстанатын тағы бір ереже бар, ол яғни үй телефондарына қоңырау шалмау. Тәрбиелі әдепті адам өзінің әріптесінің үй телефонына қоңырау шалмайды. Және кешкі сағат 10-нан кейін қоңырау шалуға мүлдем болмайды. Бұл әдепсіздіктің белгісі. Талдау көрсеткенде телефонмен сөйлесу барысында уақыттың 30-40% керек емес фразаларды, қажетсіз үзілістерді және қажет емес сөздерді қайталауға кетеді екен. Сондықтан телефонмен сөйлесуге мұқият дайындалып, барлық материалдарды, құжаттарды алдын ала дайындап, қағаз қаламдарыңызды дайындап, қандай сұрақ қоясыз және қандай жауап алғыңыз келеді, қандай ақпарат алғыңыз келеді, сұрақтарды қандай ретпен қоясыз, соның барлығын алдын ала дайындап алған жөн болып табылады. Сол кезде ғана сіз жаңағы уақытыңызды босқа жоғалтпайсыз. Іскерлік телефонмен сөйлесіп болғаннан кейін, сіз осы сөйлескеніңіздің мазмұнына, стиліне бірнеше минут бөліп талдау жасаңыз және қателіктеріңізді анықтаңыз. Келесі жолы осы қателіктерді қайталамауға тырысыңыз. Туристік компания болсын, басқа да компания болсын, жұмыс істеген кезде айтпау керек, телефон сөйлесулерінде аулақ болу, айтпау керек бірнеше фразалар бар. Солардың ішінде біріншісі бұл «мен білмеймін» деген. Бұл өте үлкен қателік болып табылады, өйткені сіздің жұмысыңыз білу, яғни сұрақтың жауабын білу. Сондықтан «мен білмеймін» деп жауап берудің орнына, одан да рұқсат етіңіз, «мен мұны сіз үшін нақтылап алайын» деп солай айтқан дұрысырақ болады. Біз мұны істей алмаймыз. Бірден жаңағы бас тартып, жоқ, біз бұны істей алмаймыз деп геннен көрі, одан да альтернативті шешімдерді іздеуге тырысыңыз. Және де әрдайым керісінше істей алуға тырысқаныңыз жөн болады. Біз мұны істей алмаймыздан көрі, істей аламыз, басқа шешімдерін іздеп көрейік деген сияқты жауап бергендеріңіз жөн болады. Келесі, сіз міндеттісіз. Бұл өте үлкен қате. Өйткені клиенттер бізге
бізге ештеңеге міндетті емес. Сондықтан да оның орнына былай істесеңіз жақсы болар еді, ең жақсысы осындай болар еді деп айтқандарыңыз дұрыс болады. 1 секунд күте тұрыңыз, мен жақында ораламын. Шындығына келетін болсаңыз, сіз 1 секундта ақпаратты тауып, жұмысыңызды бітіре алмайсыз. Сондықтан да шындықты айтқан жөн болады. Яғни, сізге қажет ақпаратты табу үшін маған 2-3 минут қажет. Сіз күте аласыз ба деп жауап қайтарғандарыңыз жөн болады. Келесі бұл жоқ деген сөз. Телефон қоңырауларының бас жағында жоқ деп айтқан сөз, бұл сізге көмектеспейді. Яғни сіздің телефон қоңырауыңыздың жағымсыз аяқтауына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан жоқ деген сөзді қолданған кезде аса мұқият болғанымыз жөн. Телефон қоңырауларында қалай қоштасу керек? Яғни кім бірінші қоңырау шалады, сол адам бір телефонды қоюы қажет. Ал енді бүгінгі сабағымызды видеоны көрумен қорытындыласақ. Ұялы телефон байланысы жеке және кәсіби саланың ажырамас бөлігіне айналды. Бүгінгі бағдарламада телефонмен сөйлесуге байланысты кей этикет сұрақтарына жауап береміз. Әдептілік ережесі бойынша жеке қоңырау таңғы 9 бен кешкі 10 аралығында шалынады. Ал іскерлік қоңырау тек қана жұмыс уақытында, яғни таңғы 9 бен кешкі 6 аралығында шалыну керек. Желі дыбысының орнына ән қойып қоятындар кездесіп жатады. Яғни қоңырау шалып отырған адам қарапайым дыбыстың орнына әуен тыңдап отырады. Этикет ережесі бойынша бұл әдепсіздікке жатады. Сондықтан ең дұрысы стандартты желі дыбысының әуеніне тоқталған жөн. Телефон шырылдаған уақытта бірден жауап беруге болмайды. Бұл әрекет екі жақтағы адамға да ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Психологиялық тұрғыда әр абонентке сол кездегі жұмысынан телефон қоңырауына ауысу үшін кемінде 5-10 секунд қажет. Сондықтан ең қолайлысы телефонды 3-ші желі дыбысында көтерген дұрыс. Ереже бойынша байланысты бірінші қоңырау шалған адам аяқтайды. Сонымен қатар сөйлесу кезінде байланыс үзіліп кетсе, онда бірінші хабарласқан адам өзі қайтадан қоңырау шалуы тиіс. Бұл ережені білу арқылы бір-біріңізге қатар қоңырау шалып, уақыт кетірмеуге болады. Телефонмен сөйлесу этикетін сақтау адам мәдениетінің деңгейін көрсетеді. Бүгінгі бағдарламада айтылған кеңестер өз өміріңізде пайдаға асады деген сенімдеміз. Бұл Массагет порталы. Біліп жүріңіз, келесіде кездескенше. Назарларыңызға рахмет.